Ортада үміткерлер. Қымбат көрермендер, олар өмірлерінде чемпион болып көрмегендер. Олар өмірлерінде кубок ұстап көрмегендер. Олар өмір бақи үміттеніп жүргендер. Олар үміткерлер. Үміткерлер бас қосты. Максилер кімдер? Сен сонда кәдімгідей танымадың ба? Танымай қалдым сізді. Мүлдем танымадың. Танымай тұрым. Сенің үйінде DVD бар ма? Жоқ. Онда танымайсың. Қасиет Нұр Астана жайдарман тобы. Білем, оны неге айттың? Бәрі білсін. Кім еді ана? Кім? Сен бергеш, мұнда кеш, мұнда кел. Тұра тұр. Балам қатты жақсы көреді да сені. Тоқтаңдаршы, не мынау? Не істеп жатсыздар? Бүгін маңызды ойын ғой. Бүгін жіберіп алған қателікті қайта түзейтін кез. Чемпиондардың бәрін ұтатын кез. Біз бөлек ойнадық, ұта алмадық. Бірігейік. Отырамыз. Дұрыс. Бөлінбейік. Біз бір-бірімізге ұрсақ кім жеңеді? Бүгін айтыңдаршы. Давай, бүгін бөлінбейміз. Бөлінгенді бөрі жейді. Түсіндіңдер ғой, бөлінгенді бөрі жейді. Давай, сендер кете беріңдер, біз өзіміз ойнаймыз, давай. Бізді анаяқта қазір бөрі жек қойса ше. Күліп жүрші. Болды. Жоқ, маған түсіндіріңізші. Қымбатты шал. Сіздер сонда бұрынғы ескі әзілдеріңізбен жаңа көрерменді, бізді жақсы көретін көрерменді күлдірмексіздер ма? Қандай әзіл деп тұрсыздар ғой да? Мысалы, мына әзілге ойнап жүрейік. Жігіттер, менің қызымның фигурасы домбыра сияқты мынандай басы да бүйтіп қана. Менің қызымның фигурасы тура бір гитара сияқты. Айбай, сонда не сен қызың кіндігі мынандай ма не? Осы ма? Сонда біздің кезіміздегі әзілден сендердің әзілдерің мықты деп тұрсың ғой. Қазіргі заманның әзілі, қазіргі жайдарманның әзілі несі қызық? Басы жоқ, аяғы жоқ. Шығатта бірдеңе. Не ол? Айтшы, не ол? Айналайын. Әзіл деген басы басталу керек. Әдемі бай салды. Біздің кезіміздегі әзілше. Ортасында шығамыз, асықпай әзіл айтамыз, бай салды қып ойнаймыз да, мұрат мақсатына жеткізіп, кәдімгідей бір Ильяс Жансүгіров құсап кетіп қалатынбыз бүйде. Кім маршруткада 10 теңге төлейтін бала? Бергеш, сонда сенің біздің мынандай әзілдерден сенің мына әзілін қызық деп ойлайсың ба? Әрине қызық. Жасик, хабарлаш. 9-шы әсілімін фристайл би тобы. Сен әлі хабарлай біледі екенсің. Байқаңыздар! Тоқта. Сахна тесіліп қалған жоқ па жаңа жатқанда сіз? Жоқ, сахна тесілген жоқ, белім сынып қалған сияқты. Жоқ, битик. Ақыры біз бөлек ойнай алмайды. Не қыласың, сенің әзілің андай, менің әзілім мынандай деп, оны жіліктеп бөлмей қояйық. Бірігейік. Бөлек. Қандай әзіл бәрі. Так, бірігейік, қыздар бірігеміз. Қыздар біз бірігеміз, қазір бәріміз шығамыз. Сендердің чемпиондарды жеңу үшін сендердің мақсаттарың сахнаға шықтың ба? Айырмадың ба, шықпа деген сенің атаң қазақ постоянно айтады, кажется, да, дұрыс па? Көрдіңдер ма, қыздар? Мен сендерді чемпион қыламын. Қазір ортада тұрасыңдар да Хадиша Сейітованың өлегін айтасыңдар. Ағай! Не называй меня ағай, естідің ба? Мен өз просто түрім сондай.
Апай десе жақсы ма сені апай? Нұркен. Не? Түсінемін да? Бұлардың капитандары бөлек. Нұрболған деген үлкен бір азамат бар. Сіз неге бұларға ұрысып тұрсыз, түсінбедім. Просто мен жаным ашып кетті да, бағана конгресс холлдың алдына шықсам, ана бассейннің алдында үстілері су болып тұр екен, жаным ашып кетті, жүріңдерші сүт берейін мен сіздерге, жүріңдер. Олай болса, құрметті достар. Кешіріңіз. Әзілдер түсінікті, барлығы түсінікті, қалай ойнайтынымыз түсінікті. Капитан кім болады бізде? Вот мен, олай болса, құрметті достар, капитан кім деп сұрағым келеді. Дұрыс айтасың. Кім не керек дейді? Капитан. Кім керек дейді? Айтшы, өткерейін. Кеш, алдыма тұрш. Өткерейін. Ей, сен, мен көрмей тұрған адам ұстап тұрш, көрмей ары қарап тұрш, ары қарап. Аға, өткерейін. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Ой, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Мынау қиын мәселе. Ассалаумағалейкум. Енді танымайтын адамдар уақытта амандаспай қояйық. Так, бәрі ассалаумағалейкум ба? Иә, қиын мәселе. Капитан керек болып жатыр бізге. Енді сөйтіп айтпайсыңдар ма, капитан керек деп. Капитан керек бізге деп айтпайсыңдар ма? Біз деген аяқта деген естімей тұрық сол сөздеріңді. Онда бүгін капитан бола салыңыз сіз. Мен капитан болам ба? Болды, капитан бола салыңыз. Капитан. Болды. Әзілдер бар, капитан бар. Әзіл бар, капитан бар ма? Енді не керек? Күлкілі шутка керек. Бейік, қолдарын жайындар. Бәрін қолдарында. Әмин, қолдарын жайындар. Капитан бата берсін. Әмин, жайындар ма қолдарында? Есен аға, сіз, ойсы, аяғын жайып тұрғаңыз, қолын жай. Қол жайымдар. Айнұр апа, қол жайық. Бісмиллахиррахманиррахим. Құрметті көрермендер, құрметті бүкіл жайдарманның көрермендері, және жігіттер, 6 шілде күні болатын менің концертім. Концерт несі? Не концерт? Жарайды, бол. Не сендер бірдеңе осы айқайлап? Амин дей салмайсыңдар ма? Бәріміз осы жерден шыққанбыз ғой. Құрметті достар, капитан бар. Құрама жиналды. Менде сұрақ көп, ұбыты сияқтым. Ұбыты сияқтым, сұрағым көп, 125 сұрақ бар әлі ойымда. Үшінші сұрағым. Капитан шештік, әзілді шештік, қалай ойнайтын шештік. Енді қазір чемпиондардың сценарийі бізден тағы да мықты болып кетіп, олар бізді тағы да ұтып кетті. Ешқандай да уайымдамаңдар. Чемпиондарға жаңа ғана барып чемпиондарға 2005-тен бастап 14-ші жылдың аралығындағы чемпиондарға өте жақсы редакторлық жұмыс жасап шықтым. Бұйырса барлығы біз ойлағандай болады. Олай болса, кетті! Қайға кетіп барасыңдар? Былай қарай. Рахмет. Қымбат достар, алғашқы әзіліміз қарапайым отбасыда болған жағдай. Сол 6-6 билеттерді. 7-сі келеміз деп жатыр. Енді 7 түседі ғой, енді бұйырса, 6-6 таңертең мінгеннен кейін 7 түсу керек қой. Әке, телефон бересіз ба? 6-ны билет алып түсем, 7 түсеміз деп жатыр. Өнер алды қызыл тіл, филолог жігіт дүкенде. Саламатсыз ба? Иә. Кешіріңіз, ас атасы бар ма? Нан. Нан, керемет. Одан кейін аузы мұрны жоқ отау. Жұмыртқа керемет. Нешеу, төртеу, мен өзім бересің. Белі бүкір, алысқа түкір. Мылтық. Мылтық бере салыңыз. Мылтық. Одан 2 килограмм макарон бере салыңызшы. Құрмет достар, ауылдың кеші өте көңілді. Балнұр! Құдайың ақ пешке келе бересіңіз ка? Папаман біреу болса не? Амандасай? Жарай. Ей, қош болды. Бір реттер. Қош болды енді. Бітті, саған мама айтады, үйге көрсін дейді. Дархан менің туған інім Дархан.Інің ба? Иә. Ей, Дархан, мен саған бар ғой, шоколад әкелдім. Шоколад. Әпкең 5 минуттан соң кірет. 5 минуттан соң кіре ма? Жарайды. Ойна. Кел. Оба! Көтеріп алайын ба? Иә. Тағы да. Иә. Ауырдың. 5 минут өтті, уақыт қосасың ба? Бәріміз білеміз, қазір
достар, футболдан әлем чемпионаты болып жатыр. Көптеген жұлдызды командалар тартысты ойын көрсетіп жатыр. Көрейік, Қазақстан Шымкент телеарнасы нағыз шымкенттік комментаторлар. Spurs Game. Ну что ж, друзья, сегодня на комментаторских сиденьях Василий Уткин и Василий Соловьев. У нас сегодня на стадионе Конгресс-холл Барнабео. И смотрите, вездесущий Лэмпард. Ну что творит Месси? Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін міне ойын басаламдегі кішкене PS ойнаған жайымыз бар еді. Бразилиядан тікелей сұхбатымызды ұсынамыз. Эфирде сіздермен бірге комментаторлар Ермұхаммед Мәулен және менің әріптесім Мырза Хаким Тоқтар Мырзаев. Қымбат көрермендер, қазақ тарихында алғаш рет Бразилияның қақ ортасында, Бразилияның алаңының ортасында комментарий жазып жатқан жайымыз бар. Біздің Бразилияда екенімізге сенбейсіздер ма? Фернандо, былай тұршы, көрдіңіздер, біз Бразилиядамыз. Assalomu hurmatli futbol ixlosmandlari. O'zbekiston Teleradio korporatsiyasi sport telekanali. To'g'rima-to'g'ri efirda yana o'yin. Bugun Belgiya terma jamoasi Gonduras terma jamoasi bilan o'yin ko'rsatadi. Ko'ring va zavq qiling do'stlar. Bugun shunaqa zo'r o'yin bo'ladiki, uni ko'rgan ham armanda, ko'rmagan ham sharmanda do'stlar. Shu yerda mening bugungi o'yinlarimni Bahodir akamga ham ko'radi. Aka, qalaysiz? Men yurgizyapman, ko'rib qo'ying, aka. Жалпы қымбатты көрермендер, бүгін Бельгия мен Гондурастың ойынына куә боламыз. Жалпы Бельгия сапында өнер көрсететін, мінекей, Лукаку өнер көрсетеді. Лукаку негізі Челси сапында өнер көрсетеді, бірақ Эвертонда арендада жүр. Білмеймін, Лукаку жалпы футбол ойнайтын жер таппай жүр негізінде. Жалпы қымбатты көрермендер, бүгін Шымкенттің белгілі футболшысы Құдайбергенов Сәкен бізде қонақта. Сәкен, негізі қазақ футболшылары неге жүгірмейді осы Бразилияның алаңында? Я, рахмет, Мәулен, сұрағыңыз өте... Кешіріңіз, менің атым Мәулен емес, менің атым Ермұхаммед, фамилия Мәулен, Криштиану Роналду сияқты. Я, бәрекелді Мәулен, рахмет, я, сұрағыңыз өте орынды. Негізі біздің футболистер мына Бразилияның алаңында ғана емес, жалпы жүгірамайды, неге екенін білмеймін, бутсылары дәума, галешпен ойнайма, мен түсінбедім. Do'stlar, bugungi o'yinga O'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov hakamlik etadigan bo'ladi. Bu juda ham zo'r Jahon chempionatining hammasini boshqargan, yana ham keladi, yana sog'indim, yana. 1 minut. 1 minut. Men түсінбедім. Мәулен, мен мүлдем түсінбедім. Кешіріңіз, менің атым Мәулен емес, менің атым Ермұхаммед Мәулен, Луиш Суарес сияқты. Бәрекелді Мәулен, дұрыс қой, бірақ мен мынау қазақтың арнасында, Қазақстан Шымкент каналында мынау өзбек комментатор жүргізіп жатқанына мен өзім хорсан болдым. Мен түсінмедім, не үшін деген сұрақ менде өзім көкейімде тұрыпты да. Siz iltimos kechirib qo'ying. Siz kim bo'lasiz o'zi? Meni kim ekanligimni bilmaysanmi? Men Xorazmdanman aka. Voy, sen Xorazmda. Sandaqalarning hammasini yerga tiqib qo'yaman, tushundingmi? O'zimning so'zimga отвечать qilaman men. Voy, sen o'zing so'zingga отвечать qilsan, men не только отвечать qilaman, men o'zim kompyuterda pechat qilaman, printerda распечат qilaman, tushundingmi? Sen bilan o'tmayman, zarba yo'llandi do'stlar. Gul ketdi. Құрметті достар, кинотеатрда болған оқиға. Қарындас, бүгін кеш... Қой деймін саған, не істеп жатсың? Өзің сияқты еркекпін ғой менде. Мен де еркекпін. Кәдімгі еркек. Кәдімгі еркекпін. Қыз емессің. Қойсай болды ғой, еркекпін. Жаман, әдемі еркек екенсің. Қой деймін. Кейде бір-бірімізді түсінбей жатамыз. Сонымен қараңғы көшелердің бірі келеңсіз бір оқиға. Братишка, ассаламу алейкум, ассалам. РНН, удостоверение еш нәрсені сұрамай қояң, ақшан керек сенің маған. Жоқ, ағасы шілей үйтіп, не алмай... Жоқ, шілей үйтіп деген болғанда мен түсінбедім. Маған сенің ақшан керек. Аға, шамал, мәдениетті болайық та, мәдениетті дейсің ба? Мәдениет сөйлейік. Мәдениетті сұрасам ақша бересің ба? Енді сол дұрыс деп ойлаймын мен. Сәл күт онда.
Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жоқ, біз екеуміз бірде емеспіз. Мен ол кісінің ағасы болам. Қазір кризиске байланысты сіздің қалтаңызда қаражат, біздің қалтамызға түсу керек. Басымды ауыртпашы. Жоқ, мен... Басымды ауыртпашы. Жоқ, сіз мәдениет... Құжар қарай. Мәдениет сөйлегенге бермейсіз ба? Ар ойнаш Қазір. Брадан, мен сені түсінбедім что-то. Бағана брадан бергенем, сен мәдениет сөйлегенге ақша берем деп. Жа, мәдениет дұрсау. Мәдениетті бересің ба? Сол дұрсау. Көрейік. Жас жігіт. Қымбат достар, Битик Қазақстан ұлттық арнасы жайдарман жобасы болғасын, осы жерде сіздердің шапалақтарыңыз керек. Әдемі солған шапалақтарыңыз жазыла келдік. Шапалақтарыңыз, қошеметтеріңіз. Шапалақ. Шапалақ соғамыз, балкондағылар. Шапалақ, қошеметтейміз, қанеке. Ортаға қарап, өздеріңіздің сүйікті командаларыңыз ойнап жатыр деп біліңіздер. Қошеметтеріңіз, шапалақтарыңыз. Соғамыз, шапалақтарыңыз. Шапалақ. Қошеметтеріңіз. Шапалақ соғып атқанда шығып алсаңдар, şimdi бұл тез шапалақ соғады. Қымбатты достар, қымбатты көрермендер, қымбатты телекөрермендер, дәл қазір осы сахнада тұрған жандар қазақша КВН-де де, жайдарманда да ешқашан чемпиондық атаққа ие бола алмай қалған жандар. Достар, сіздер ұтылған сәтте қандай сезімде болдыңыздар? Ең бастысы соны айтайықшы. Сен қандай сезімде болдың, Жанболат? Мысалы, мен финалда ұтылдым. Чемпион бола алмадым. Мына тұла бойымды ашу мен ыза жаулады. Үйге бардым. Үйге барсам ешкім жоқ. Есік терезенің бәрі қымтап жаптым да газды барынша ашып қойдым. Сөйтіп қазанға ет салып, шүкіршілік өттім финалға шыққаныма. Мен 2011 жылы жеңіліс тапқаннан кейін сыртқа шықтым. Фернандо Торреске жанкүйер болдым. Кенет сырттан маған анам шақырды. Мен анама қарап, ана мені не үшін шақырдыңыз? Қайдасыз, ана? Мен финалда жеңіліс таптым, ана. Жаныңда көргіңіз келе ме, ана? Мейлі кете берсін. Одан кейін мен, мысалы 2 жыл қатарынан ұтылып қалдым. Одан кейін біз 4 жылға Болды, жарайды. Мына мен 2007 жылы финалда жеңілдім ғой. Жеңілдік біздер енді. Ұлдар еместен жеңілдік та. Тап сол кезде мен қыз емес екеніме өкінгем, негізі бар ғой. Жоқ, жеттен мен сендер түсінбедім. Жалпы мен сендер сезім мүшелерін түсінбедім мен. Не деген сезім анау деймін да мен. Сендер неге осыған шүкір демейсіңдер сендер? Отырып алып, андай істедім, мен қиналдым, стресс хочу деп алжып жатсыңдар сендер мына жерде. Сендер білесіңдер ма, сен мынаның өзі бақыт емес па? Үлкен сахнада мынандай жылтырақ киіммен тұрудың өзі үлкен бақыт. Нұркен, сен кеш. Сен погонялың бақыт емес па, оған жыртылып қалса жүрді. Жоқ, мен айтам да, шамалы ойланып жігіттер, болмайтын нәрсеге қиналмаңдар. Мысалы, қараңдаршы, сендер нені ойландаршы? Гавай аралдарын естеріңе түсіндірші, Гавай аралдарын. Халық не істеп жатыр ояқта? Жейтін нан жоқ. Қаншама бала ауырып жатыр ана жақта. Жейтін дәрі жоқ. Біз деген жүрік рахаттанып ана жақта. Аналық енді пашкелеп жеп. Сендер ана Африканың кейбір мемлекеттерін қараңдар. Кішкентай арықпаған, жағдайы жоқ, бейтіп қалған балдар. Мен соттың деп барады, сол балдар жоқ. Көрсетім көрген. Анау, қандай ет? Марокконың балдарын айтсай халқын. Қиналып, жағдайлары жоқ жүр. Ал біз болсақ, міне, бейбіт өмірде, рахаттанып, сахнада, күліп ойнап жүр. Құрметті көрермендер, құрметті қазылар алқасы, осының барлығын ойланайық. Қазір бізден кейін бір команда шығады, осыны ойлап отырыңыздар. Үміткерлер арнайы сіздер үшін жайдарман туған күніңмен.